Сәлем, мына баланы танисыздар ма? Бұл бала кішкентай кезінде қатты кекештенетін. Сол кекештенуді жеңу үшін оны театрлық үйірмеге береді. Содан кішкене актерлік тәжірибе алады ол бала. Содан кейін кім боп жұмыс істемейді дейсіз кезде. Барменнен жекеменшік детективке дейін жұмыс істейді. Қызығы бармен боп жұмыс істеген кезде сол жұмыс істеп жатқан барына бір режиссер келеді, харизмалы бармен іздейді және сондай шағын бір рөл ұсынады. Сөйтсе, біздің кейіпкердің актерлік тәжірибесі бар екен, тіпті жақсы. Бірінші танымалдылық толқынын алып келген жобада ол жекеменшік детективті ойнайды. Өзі жұмыс істеген жекеменшік детективті. Бірақ содан кейін ол боевик, яғни экшн жанрын төңкертіп тастайды. Түсіндіңіздер ма, кім туралы айтып жатқанымды? Бұл әрине Брюс Уиллис. Өйткені Қатқан жаңғақ фильмінде ешкім түскісі келмеген. Ол кездегі экшн жұлдыздары Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, бір сөзбен экшнда түсетіндердің барлығы бұл жобадан бас тартатын. Кастинг директорлар айналып болмағаннан кейін ана сериалдан ана баланы аласашы, жекеменшік детектив болып ойнайтын деді. Жаңағы Шварценеггер мен Сталлоненің қасында олар ірі денелі кісілер ғой. Бұл қарапайым шашы түсіп жатқан, ешқандай бір ерекше скиллдар жоқ, былайша айтқанда. Жай ғана қарапайым полицай, шаршап қалған, кішкене қырынбаған деген сияқты өзімізге ұқсайды. Сонымен экшн мәңгіге өзгерді десек болады. Содан кейін экшнді кішкене басқаша құрастыратын болды. Сол бүгін Брюс Уиллистің туған күні, 71 жасқа толып жатыр. Зор денсаулық тілейік бұл кісіге. Күндеріңіз сәтті өтсін.